Үшінші дүниежүзілік соғыс. Кім жеңеді, кім жеңіледі? Әлем қазір тыныш сияқты көрінгенімен, шын мәнінде жаңа соғыстың табалдырығында тұр. Әлемдік державалар арасындағы текетірес күн сайын күшейіп келеді. Америка Құрама Штаттары мен Қытай арасындағы технологиялық бәсеке, Ресей мен Батыстың санкциялық соғысы, таяу шығыстағы тұрақсыздық бәрі бір бағытқа әкеліп жатыр. Жаңа дүниежүзілік соғыс қалпы. Бірақ бұл соғыс бұрынғыдай болмайды. Бұрын танктер мен винтовка шешуші рөл атқарса, қазір бәрін жасанды интеллект, кибершабуыл, спутник және дрондар шешеді. Ақпараттық соғыс басты қаруға айналды. Қазір әлемнің 70-тен астам елі киберқорғаныс бөлімдерін құрған. Әлемдік интернеттің 60%-на жуық бөлігін бақылайтын 5 ірі мемлекет бар. Америка, Қытай, Ресей, Үндістан және Ұлыбритания. Бұл ақпараттық үстемдіктің жаңа дәуірі. Бүгінгі соғыста кім ақпарат ағынын басқара алады, сол ел шынайы билік ие болады. Америка мен НАТО технологиялық үстемдігімен және ғаламдық одақтарымен алда. Олар әлемдік медиа мен қаржы жүйесін басқарады. Бірақ әлсіз тұсы да бар, ішкі саяси қақтығыстар мен қоғамның шаршауы. Америка бұрынғыдай біртұтас емес. Қытай әлемдік өндірістің жүрегі. Ол қазір тек арзан тауар емес, жасанды интеллект, чип, ғарыш және теңіз технологиясы арқылы үстемдікке ұмтылуда. Қытайдың әскери бюджеті 230 миллиард доллардан асып отыр. Бұл Азиядағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Қытайдың артықшылығы жоспарлы ойлау мен шыдамдылық. Бірақ ол энергия мен азық-түлік импортына тәуелді. Егер тынық мұхиттағы сауда жолдары жабылса, Қытай экономикасы үлкен соққы көреді. Сондықтан Бейжің Африка мен таяу шығыспен стратегиялық одақ құрып жатыр. Ресей әскери қуаты зор, ядролық держава. Бірақ экономикасы ұзақ соғысқа төзімді емес. Ресурстары мол, бірақ санкциялар мен оқшаулану оған үлкен соққы. Дегенмен Ресейдің ең үлкен артықшылығы энергия мен шикізат. Ол мұнай мен газды Қытай және Үндістан сияқты елдер бағыттап, жаңа нарық қалыптастырып жатыр. Соғыс ұзаққа созылса, Ресейдің қаржылық ресурстары азаяды. Бірақ ядролық арсенал оны ешкімге жеңіл қарсылас етпейді. Еуропа біріккен одақ сияқты көрінеді, бірақ ішкі мүдделері бөлек. Германия, Франция, Польша әрқайсысы өз бағытын ойлайды. Егер соғыс шынымен басталса, Еуропа бірге ме, әлде бөлініп кете ме? Үлкен сұрақ. Қазірдің өзінде Германия қарулануға 80 миллиард еуро бөліп отыр. Польша НАТО ішіндегі ең жылдам армияны қалыптастырып жатыр. Еуропа енді бейбіт континент емес, ол қайтадан қаруланып жатқан аймаққа айналды. Таяу шығыс отқа дайын аймақ. Израиль мен Иран арасындағы текетірес, Палестина мәселесі, мұнай жолдары үшін талас, бәрі үлкен жарылысқа себеп болуы мүмкін. Бір ғана Иранның одақтастары Сирия, Ливан және Йемен, ал Израильдің артында Америка мен Ұлыбритания тұр. Егер бұл қақтығыс кеңейсе, мұнай бағасы аспандап, әлемдік экономика күйрейді. Бұған қоса, Үндістан мен Пәкістан, солтүстік және оңтүстік Корея арасындағы шиеленіс те ұйқыдағы жанартаудай. Егер біреуі жарылса, тізбекті реакциямен бүкіл Азияны қамтуы мүмкін. Бұл соғыста жеңімпаз болмайды. Ядролық қару мен жасанды интеллект жүйелері іске қосылса, адамзаттың өз болашағы жойылады. Қазіргі соғыста жеңу емес, тірі қалу маңыздырақ. Кім жеңіледі? Бірінші болып соғыс бастағандар. Кім жеңеді? Соңында бейбітшілікті сақтай алғандар. Нағыз күш зымыранда емес, ақыл мен дипломатияда. Үшінші дүниежүзілік соғыс басталмасын десек, елдер қаруды емес, келіссөзді күшейтуі керек. Адамзат тарихы көрсеткен. Соғыстың соңында бәрі күйрейді, ал тек ақылмен ойнағандар ғана аман қалады. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп тастайық. Бұл бізге келесі жаңа видеолар шығаруға үлкен шабыт береді.